Баршаға сәлем, Гүлдияз арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше дәмді болып шығатын пепперони пиццасын дайындайтын боламыз. Видеомды аяғына дейін көріңіздер. Ол үшін жылы суымызға ашытқымызды салып араластырып аламыз және ұнымызға тұзымызды салып, барлығын араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды 5 минутқа тындыруға қоямыз, бетін жауып. Тынған қамырымызды 3 бөлікке бөліп, әрқайсысын майлап және де ашығанша қалдырамыз. Қамырымыз ашығанша соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай ұсақтап туралған чесногымызды майға қуырып аламыз. Оның үстінен блендерменен майдалап алған қызанағымызды салып бірге қуырамыз. Оған тұзымызды, паприка және қалауларыңыз бойынша орегано приправасын салсаңыздар болады. Жай отта осылай 5 минуттай қуырып аламыз. Осындай әдемі соусымыз дайын болды. Енді бетіне үкіштен сырымызды өткізіп дайындап аламыз. Пиццаға арналған. Сосын колбасамызды жұқалау етіп, дөңгелектеп турап дайындап аламыз. Осылай помидорымызды барлығын турап дайындап аламыз. Мінекей. Дөңгелек табамызға пергамент төсеп дайындап қойдым. Енді қамырымызды дайындаймыз. Ашып тұрған қамырымызды қолымызды майлап алып, табамызға қолымыздың көмегіменен жұқа етіп жайып шығамыз. Осылай жұқалап, жайып, шет-шетін кішкене шығарып алсаңыздар болады. Енді қамырымыздың үстінен дайындап алған соусымызды салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Осы дайын қамырымызды 5-10 минутқа пешке қойып аламыз. Енді оның бетінен сырымызды тегістеп сеуіп шығамыз. Келесі бізде сырымыздың үстінен колбасамызды қойып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша қоя берсеңіздер болады. Осылайша тамаша пиццамыз дайын. Мен де осында 3 түрлі қылып жасадым. Жұп-жұқа және жұп-жұмсақ керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде ұнайды.